Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін таңғы асқа өте жылдам дайын болатын, әрі ерекше дәмді болып шығатын банан қосылған панкейки дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды, 2 ас қасық қантымызды және бір бананымызды бірнеше бөлікке бөліп, барлығын жақсылап езіп алатын боламыз. Ертілген сары майымызды және сүтімізді қосып жақсылап араластырамыз. Ұнымызбен қосқышымызды електен өткізетін боламыз. Толықтай бір масса шығу үшін жақсылап араластырамыз. Осындай масса болып шығуы қажет. Енді жай отта қызып тұрған тапамызға осылай домалақ пішінге келтіріп, барлығын пісіріп алатын боламыз. 1 минуттан соң осындай тесіктер пайда болатын болады, яғни пісті деген сөз. Келесі бетін аударатын боламыз. Осылайша барлық панкейкаларымызды дайындап алатын боламыз. Таңғы асқа балаларыңызға осылай дайындап берсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Достар, видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, тамаша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.